Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 69-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасы басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғаттың таңғажайып құбылыстары, зат есім. Оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін, мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын. Мәтіндегі негізгі және туынды зат есімді табамын дейді. Бірінші балалар, бізде 22-ші жаттығу мәтінді оқы. Ұзақ. Бірде орман ағаштарын ауруға шалдықтыратын жебір құртпен күрес жүргізетін арнайы бригада шақырылады. Мұнда келген бригаданың адамдары орманда қаптап ұшып қонып жүрген ұзақтан басқа бірде-бір жұлдыз құртты көре алмай қайран қалады. Сөйтсе, ұзақ келіп жұлдыз құртты тазартып қойған екен. Ұзақ мешкей құс. Ол тояттау үшін толып жатқан зиянды жәндіктер қажет. Ал балапандары пайда болған кезде бұрынғыдан да көп жұмыс істеуіне тура келеді. Ұзақ әдетте топтасып, ағаш басына ұя салады. Зиянкес жәндіктерді жойып, табиғатқа қыруар пайда келтіреді. Рас, ұзақтардың кейде жаңа көктеп келе жатқан бидай, жүгері, күнбағыс өскіндерін жұлып жейтіні бар. Мұндайда оларды өлтірмей, егістікке күзетші қойып, қуалап жіберу керек. Себебі ұзақтың зияннан пайдасы көп. Ол кім? Бұл не кітабынан? Енді балалар, осы мәтін бойынша астындағы тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Мәтін не туралы? Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келе ме? Ойыңды дәлелдеп айт дейді. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіннен зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт дейді. Енді бірінші балалар, бізге мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Мысалы балалар, бірінші, орманға арнайы бригада не үшін шақырылды? Орманда ағашты ауруға шалдықтыратын не қаптап кеткен? Үшінші, ұзақ қандай құс деген сұрақтар бір-бірлеріне қойсаңдар болады. Одан кейін балалар, мәтін не туралы дейді. Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келе ме? Ойыңды дәлелдеп айт дейді. Бұл жерде балалар, мәтін ұзақ деп аталатын құс туралы, мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келеді, себебі мәтінде бізде ұзақ туралы айтылған, ұзақ құсы туралы айтылған. Ал тақырыбы бізде ұзақ екен, балалар, сол себепті бір-біріне сәйкес келеді екен. Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Негізгі ой балалар мәтіні, ол ұзақ құсының орманға тигізетін пайдасы туралы екен, балалар. Одан кейін балалар, мәтіннен зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт дейді. Бұл жерде балалар, негізгі зат есімдер орман, бригада, ұзақ, жұлдыз құрт, ұя, құс, бидай, жүгері, күнбағыс және жәндіктер деген сөздер. Ал бұл жердегі туынды зат есім күзетші сөзі, себебі оған ші деген жұрнақ жалғанып тұр екен. Келесі, 23-ші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрмекші. Туынды зат есімдерді тауып, сөз құрамына талда дейді. Бірінші бала жаңылтпашты жаттап алыңдар, одан кейін былайынан дәптерлеріңе жаттағандарыңды жазып қойыңдар. Енді бұл жерде балалар, туынды зат есімдер өрмекші және өрнекші деген сөздер. Бұл жерде балалар, өрмекші сөзінде түбірі өрмек, оған ші жұрнағы жалғанып тұр екен. Одан кейін балалар, өрнекші сөзінің түбірі өрнек, оған да ші жұрнағы жалғанып тұр екен. Сол себепті бұлар бізде туынды зат есімге жатады екен балалар. Келесі бізде балалар, 24-ші жаттығу, 15-ші беттегі негізгі зат есімдерге ші жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жаса дейді. Яғни балалар, астында бізде мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, бие, жылқы, күй, сиқыр сөздері берілген. Сол сөздерге біз қайсына ші жұрнақтарын жалғаймыз. Соларды топтап жазуымыз керекпіз. Одан кейін балалар, алдымен негізгі зат есімдерді, сонан соң туынды зат есімдерді топтап жаз дейді. Сосын балалар, әр топтағы сөздерге сұрақ қой, олардың мағыналық айырмашылығын түсіндір дейді. Енді балалар, бірінші біз шы жұрнағымен дойбышы, сауыншы, малшы, жылқышы және сиқыршы болады екен. Ал ші жұрнағымен балалар, мына сөздер жазылады екен. Мүсінші, егінші, биші және күйші деген сөздер екен.
Енді балалар алдымен негізгі зат есімдерді, сонан соң туынды зат есімдерді топтап жаз дейді. Бұл жерде балалар негізгі зат есімдер, яғни бастапқы сөздер, иә, мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, бие, жылқы, күй және сиқыр сөздері. Ал туынды зат есімдер бұл жерде балалар, яғни балалар негізгі зат есімдер бұл жерде не деген сұраққа жауап беріп тұр, иә? Мүсін не, дойбы не деген сияқты, барлығы не деген сұраққа жауап береді. Енді туынды зат есімдер бұл жерде балалар дойбышы, сауыншы, малшы, жылқышы, сиқыршы, мүсінші, егінші, биші және күйші деген сөздер, яғни ш жұрнақтары жалғанғанда олар туынды зат есімге айналады екен балалар. Бұларға біз балалар кім деген сұрақ қоямыз, иә? Дойбышы, кім? Дойбышы. Яғни ш жұрнақтары кім деген сұраққа жауап беретін зат есімдерді жасайды екен балалар. Келесі бізде балалар 25-ші жаттығу. Қоян туралы білетін мәліметімен кестені толтыр, осы тірек сөздермен мәтін құрастыр дейді. Қандай мәтін шықты? Бізде балалар аң атауы, яғни қоян, иә, қоянның түрін, түсін, қасиетін, пайдасын осы кестені толтыру арқылы жазуымыз керек біз, яғни содан кейін осы тірек сөздерді пайдаланып біз мәтін құрастырады екенбіз. Мысалы балалар, аң атауы қоян, түрі мысалы құм қоян немесе яғни ор қоян, иә. Түсі ақ, қоңыр, қара, ала, сұр. Қасиеті інқазу, тез жүгіреді, жүзеді, ағашқа өрмелей алады. Пайдасы еті және терісі екен балалар. Енді балалар осы тірек сөздерді пайдаланып біз мәтін құрастырайық. Қояндар сүт қоректілердің бір тұқымдасы. Олардың ішінде құм және ор қоян деген түрлері бар. Құм қоян қояндардың ішіндегі ең кішісі, ал ор қоян қояндардың ішіндегі ең ірісі. Барлық қояндар өте әдемі және сүйкімді болады. Олардың ақ, қоңыр, қара, ала, сұр, тағы да басқа түстілері бар. Бұлардың ішінде тез жүгіруге, ін қазуға, жүзуге, ағашқа өрмелеуге бейімделген түрлері кездеседі. Адамдар қоянның еті мен терісін пайдаланады. Оның етінен тамақ жасап, ал терісінен әртүрлі киімдер тігіледі. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар өздеріңіз деп таппаған барлық жаттығулардың, есептердің жауаптарын міндетті түрде таба аласыңдар балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.